Бәріне сәлем достар. Біз бүгін сіздерге СДУ студенттерінің жатақханадағы бір күндік өмірін таныстыратын боламыз. Міндетті түрде пропуск болу қажет. Міне осындай пропуск. Міне апай. Бірінші этажда осындай үлкен холлымыз бар. Бұл жерде бізде теннистің зона. СДУда теннис ойнауға мүмкіншілік өте көп, жетеді десек те болады. Біз қазір С блоктамыз. Мына жаққа келетін болсақ, мына жақта бізде кір жуу бөлмесі. 9 кір жуу машинка бар. 2 сушилкамыз да бар. Осындай біздің 2 сушилкамыз бар. Міне осындай аппарат бар бізде мына жақта. Дәл осындай аппаратпен сіздер ақша төлеп кір жуа аласыздар. Постель ауыстыратын жер бар бізде. Постельдеріңізді мен осы жерден ауыстыра аласыздар. С блоктан кір жуу орны. Мен осы жерде жазылып тұр барлық ақпараттар. Осы кнопканы бассаңыздар, сіздерге апай келеді, және бір постельдеріңізді алып, осы жерден тапсырсаңыздар болады. Қарап шықсаңыздар болады, өздеріңізде. Осындай біздің үлкен маркетіміз бар. Жатақхананың 4 пен 11-дің арасы жұмыс жасайды. Қалаған тамақтарыңызды алсаңыздар болады. Одан бөлек, тамақтан бөлек, құрметті достар, тамақтан бөлек бізде міне осындай нәрселер де бар. Порошок, шампунь, паста, щетка деген нәрсенің бәрі бар. Жалпы бір сөзбен айтатын болсақ, үйге керек заттардың барлығы бар. Ал сіздер жатақханадасыздар. Сол себепті жатақханаға керек заттардың бұл жерде бәрі бар. Келесі ол фитнес зал десек болады. Бізде жатақханадағы балаларға арналған фитнес залымыз бар. Олда жатақханасының фитнес зонасы бар. Айта кетейік, қыздарда да бар, ұлдарда да бар. Медпункт бар. Медпункт десек болады. Жанұя, әрқашан СДУмен бірге жанұя, осындай біздің медпунктіміз. Бұл жақта бізде апайлар 24/7 әрқашан қастарыңызда отырады. Ауырып қалған жағдайда келсеңіздер болады. Апайлар осы жерде 24/7 отырады. Егер сіздер система алатын болсаңыздар, немесе басқа нәрсе болатын болса, апайлар сіздерді міндетті түрде емдеп береді. Бізде жатақхана 5 қабатты. 5-ші қабатқа шығамыз дегенше аяғымыз талып кететін болады. Сол себепті біз 3-ші қабаттан тоқтаймыз достар. Мына жақта көріп тұрғандарыңыздай жатақханада аяқ киім алып беру керек. Міндетті түрде әр аяқ киімді шешеміз. Бір бөлмеде 4 баладан жатады. Яғни бір қабатта 80 бала жатады деген сөз. Қыздар мен ұлдар жатақханасында бірдей 560 адам сеп, қыз, ұл және екеуін қосқан кезде 1100 студент бізде жатақханаға сияды деген сөз. Келесі бізде балалардың жататын бөлмесі. Балалардың жататын бөлмесіне кішігірім сіздерге обзор. Бір бөлмеде 4 бала жатады, яғни 4 төсегіміз бар және 2 сабақ оқитын орындарымыз бар. Осындай 2 сабақ оқитын орынымыз бар. Жақта да қарап кетсеңіздер болады. Шкафчиктер әр балаға арналған, әр балаға осындай үлкен бір шкафтан беріледі. Мына жақта бізде мини шкафчиктер бар, біреу 2, осының астында 3-4. Бізде жатақхананың бағасына клиник десек болады, ішіне клиник кіреді. Яғни тазалықшы апайларымыз бар. Әр апта сайын бөлмеміз тазалап отырады. Бір қабатта 24 бөлме, әр апта сайын осы бөлмелер тазалап тұрады. Сол себепті біздің тазалықшы апайларға мыңда бір алғыс. Бізде әр 20 студентке бір ассистенттен беріледі. Ол кісілердің бөлмесіне кіруге болмайды. Сіздерге ол кісілер немен айналысатынын түсіндіре кетейін. Бізде ол кісілер оқушысының, яғни қолында жатқан баланың тәрбиесіне, біліміне, осы жатақханадағы өміріне жауап береді десек болады. Бір сөзбен айтқанда, жатақханадағы бүкіл өміріне жауап береді. Студенттік өмірін қызықты қылуға осы біздің ассистенттер жауапты. Демалыс бөлмесі деп тұр. Шыны керек, демалыс бөлмесі деп тұр. Бірақ бұл бөлме бізде студенттеріміз бұл жақта бізде сабақ оқиды. Осы жерде бізде сабақ оқуға болады, құрметті достар. Келесі бөлме, ол әрине үтік бөлмесі. Бізде осындай үтік бөлмесі бар. Кішігірім 2 үтік. Осындай асханамыз бар. Асхана деп жазылып тұр. Асханаға кіріп келеміз. Асханаға кіріп келген кезде бізде осындай бір үлкен асханамыз бар достар. Ыстық суды осындай дәу бір бочкадан ала аласыздар. 2 холодильник айта кетейін сіздерге. Бірінші холодильнигіміз,
және екінші қалай дегеніміз андай сәл элитныйлау ма бір білмеймін енді бар енді сондай. Біз қазір ұлдар жатақханасының асханасындамыз. Ұлдар жатақханасының асханасы кешкі 6 мен 8-дің арасы бізде тамақ береді. Бірінші, екінші және десерт, нан, салат және өз қалағандарыңызша шай ішуге болады. Я, достар, мен сіздерге СДУ университетінің ұлдар жатақханасын толығымен таныстырып кеттім. Егер де ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Біз сіздерді СДУда асыға күтеміз. студент боламын десеңіздер, СДУға келіңіздер, сіздерге міндетті түрінде экскурсия жасайтын боламыз.